Сәлем, менің есімім Мұхтар. Сіздерге Нисмас жобасын таныстырып өтейін. Сайттың барлық мүмкіндіктерін көріңіз және бағалауды ұмытпаңыз. Nismas.org сайты математиканы өздігінен оқимын дейтіндер үшін, сол секілді математика мұғалімдері үшін де қажетті сайт. Себебі бұл сайттың ішінде математикадан қажетті барлық ресурстар мен құралдар бар. Атауына кішкене тоқталсақ, бұл сайт Қызылорда қаласындағы химия-биологиялық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебінің математика мұғалімдерінің қолдауымен құрылған. Сол себепті NIS атауы берілді және мынадай логотипті иемденді. Nismas.org сайтында математикадан видео сабақтар түсірілетін болады және алдағы жоспарда ағылшын тіліндегі математикадан өзекті видеолар қазақ тіліне аударылатын болады. Әрине, бұл үлкен жоба, сондықтан керекті нәрселеріңізді оңай тауып алу үшін сайт картасы қарастырылған. Барлығы бір жерде, немесе үлкен меню деп айтса да болады. Сайттың тағы бір артықшылығы, бұл сайттан өзіңізге керекті математикадан кітаптарды ашып оқи аласыз. Егер қажетті жерлерін баспаға шығарып алу қажет болса, Windows'да ножницы сізге үлкен көмек болады. Оның көмегімен сурет бөліктерін қырқып алып, ортаға салып ала аласыз. Айта кетерлік жайт, қазіргі таңда 3 тілде барлығы 300-ге жуық кітап бар. Соның ішінде 80-ге жуығы қазақша кітаптар. Есеп шығару кезінде әрине бізге қажетті құралдардың бәрі осында. GeoGebra бағдарламасы кез келген функцияның графигін сызуға, сонымен қатар теңдеулер мен теңсіздіктерін графикті жолмен шығаруға мүмкіндік береді. Кейде Е-нің 3/1 дәрежесі, арксинус турасы 5 бөлінген 6 секілді өрнектердің немесе С, яғни теру 17/8 секілді өрнектердің мәндерін шығару үшін бүкіл Google-ды ақтарамыз. Міне мұның шешімі табылды. Калькулятор бұндай есептерді оңай шеше алады. Әрине, дифференциалдық теңдеу секілді
күрделі есептерді шешу барысында есебіміздің жауабы дұрыс бұрыстығына көзіміз жетпей жатады. Немесе кейбір 2-ның x дәрежесі тең x квадрат секілді есептерді шешуден қиналып жатамыз. Осы мақсатпен сайтқа Wolfram Alpha виджеттері салынды. Мұның көмегімен сіз шек есептеу, интеграл, туынды есептеу секілді барлық операцияларды орындай аласыз. Әрине, қазіргі таңда математикалық терминдер сөздігі өзекті тақырып. Неге десеңіз, perfect square секілді сөздерді Google переводчикке салсаңыз, мінсіз немесе тамаша шаршы деп аударып береді. Мұндай мысалдарды өзіңізде көптеп кездестіріп жүрген шығарсыз. Осы мақсатпен құрылған терминдер сөздігін барынша қолданыңыз. Мұнда сөз бойынша іздеу, тілдер бойынша өсу-кему реттері мен сорттау функциялары бар. Сөздік қорында әзірге 1270-тей сөз бар. Сіз деген сөз міндетті түрде табылуға тиіс. Егер табылмай жатса, басқа сөздіктерден қарай отырып сайттың сөздік қорын толықтыруға атсалысыңыз. Ол үшін мына мақаланың ішіндегі өтініш формасын толтырсаңыз жеткілікті. Сіздің еңбегіңіз міндетті түрде бағаланады. Сондықтан өз аты-жөніңізді де қалдыруды ұмытпаңыз. Сайт жазбаларынан қызықты мақалаларды оқи отырыңыз. Орташа есеппен аптасына 1-2 мақала салып отыру жоспарлануда. Мұнда саяси мәселелер мен әншілердің өмірбаяны талқыланбайды, тек ғылымға қажетті ресурстар мен нұсқаулықтар. Алдағы уақытта онлайн олимпиада жоспарлануда. Оқушыларға, студенттерге және мұғалімдерге. Олимпиада форматы мүлдем бөлек болатынына уәде береміз. Жақындағанда хабарланады. Қалып қоймаңыз. Онлайн мектеп жүйесінің мүмкіншіліктерімен толық таныстырып өтейін. Сіз оқушы болсаңыз, өз атыңыздан кіріп, курстарға жазыла аласыз және нәтижеңізді бақылап отыра аласыз. Курсқа өту үшін телефонда Moodle приложениесі бар, соны да пайдалануға болады. Егер сіз мұғалім болсаңыз, өзіңіздің атыңыздан курс салу мүмкіндігіңіз бар. Өз оқушыларыңызды тіркеп, нәтижелерін үйден бақылап отыра аласыз. Сайт жазбаларының ішінде курс салуға толық нұсқаулық бар, сонымен танысып шығыңыз.
Сайттың тағы да бір мүмкіндігі форум. Сіз өз атыңыздан кіріп есептің жауабын сұрауға, немесе бір есепті ақылдасып шығаруға, сол сияқты бір тақырыпқа сәйкес мәселелерді талқылауға толық мүмкіндігіңіз бар. Форумда математикалық формулаларды жазу, сурет және видео үзіндісін салу еш қиын емес, көп уақытты алмайды. Олимпиада бөлімінен мұғалімдердің салған есептерін шешу жолын қарап, олимпиадаға дайындалыңыз. Сайт мүмкіндіктерін толық таныстырып өттім деп ойлаймын. Видеоны бағалауды ұмытпаңыз. Егер ұнаса, бізбен бірге болыңыз, яғни қоңырау белгісін де баса салыңыз. Математикадан видео сабақтар да осы каналдан шығарылатын болады. Және бұл сілтемені достарыңызбен бөлісіңіз. Сіздермен болған Мұхтар. Келесіде көріскенше.